Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздермен труба мен профильден есік сваркілейтін боламыз. Темір есік далаға қойылатын. Басқа заттардан қалған темірлер бұл арнайы сатып алған жоқ, үйде бар темірмен істейін деп жатыр. Профиль шамамен 5-ке 2,5 мм, ал трубамыз болса 40-тық 4 сантиметрлік труба. Бұлай тегіс жерге қойып аламыз. Профилімізді бірінші есіктің ішкі жақтарын қойып сваркілеп аламыз. Бірінші дәл өстіп осылай линейкамен өлшеп көрсек, бізде адаспайтын боламыз. Осындай арнайы линейкамыз бар. Бұл 90 градустық. Бұл анық қалай тұрғанын көрсетіп береді. Бұл линейкасыз істесек, есігіміз қисық, осқынсыз болуы мүмкін. Сол үшін осы басталуына мұқият назар аударсақ, қалған жерлер өте маңызды емес. Коробкасы ең маңызды жері есіктің болып саналады. Мына ені 90 см, ұзындығы 1,90 болу керек. Бірінші прихватқа қағып, асықпай ілдіріп аламыз. Ілдіріп алғаннан кейін және өлшеп көреміз, соны асықпай өлшеуіміз керек. Диагоналдарын метрмен жан жақтама өлшеп істегеніміз жөн болады. Мінекей есігіміздің ішкі жақтарын сваркілеп алдық. Енді бұның сыртқы коробкасын құрастыруға кірісеміз. Онда тегіс жерге алып, осы ішкі коробкамыздың айналасына қойып өлшеп аламыз. Бірінші орында ішкі профильден істеген коробкамыз тізе болса, сыртымызда соған қарап ұйқасып кете береді. Ал бұнымызды да осы 90 градустық линейкамызбен өлшеп аламыз. Бұрыштары 90 градус болса, есігіміз әдемі шығады. Мінекей қисық болып тұр. Мына жерде осы жерлерін туырлап, асықпай ілдіріп алғаннан кейін коробкамызды тақтап алдық. Енді топсасын шарнерін қоямыз. Шарнер қойған кезде осылай алюминий сыммен бір кез келген нәрсемен сәл көтеріп алғанымыз жақсы, арасын ашып. Болмаса есігіміз ашылған кезде қысылып бір-біріне қажалып бастайды. Ал мама, папа деп жатамыз. Папасы ол трубаға сварка қылынады. Сол кезде есігіміз көтеріліп, төбеден алынады. Сол жерінен де мұқият болып шатаспауға тырысайық. Төменгі жағында ілдіріп алғанбыз. 2 шарнер қойсақ жеткілікті бұл есігімізге. Мұндай биік жерлер болса, алтылық сым басылған ұқсас кез келген темірді қойып, ашық жерді бітеп сварка қылуымызға болады. Сол кезде жақсырақ сварка болады. Сварка қылып жатқан адам да қиналмайды. Мен де енді профессионал сварщик емеспін, жай үй жағдайында өзімнің жұмыстарым үшін ғана істетіп жатқан жерім бар. Бұл үшін сварщик шақырып, бәленбай ақша беру қажет емес. Өзімізді бірден сұрап, өзімізде болса сол істетсек те болады. Мінекей шошай тұрған темір бар, жоғары қарап тұру керек. Сол кезде есігімізді көтеріп алып, салып істетсек болады. Есігіміз әдемі болу үшін арнайы осы қаңылтыр, қаптайтын қаңылтыр сатып алдық. Әйтпесе кез келген металмен қаптасақ та болады. Ол сварка көрдім, негізі сварка болмайды екен, ацетон металл. Сол себепті мен шуруппен тартып алдым. Шуруппен тартса жақсы жабысып, жақсы жабысады. Енді есікке құлыптау үшін мынадай құлып алдым, ішке қойылатын құлып. Енді осыны орнатып аламыз жерде тұрған кезде. Профильден және азғана қосамыз далаға ішіне. Соны арасына кесіп, осылай орнатсақ, әдемі көрінеді. Көріп тұрғандарыңыздай жерде кезде асықпай қойып аламыз. Ал мына жерлеріне шуруппен қатырсақ білінбей кетеді. Сваркілеудің қажеті жоқ, ертең істен шықса бұны алмастыруға да тура керек. Шешіп алмастырсақ болады. Ал құлпымызды орнатып алдық. Құлпымыз әжептәуір істеп тұрыпты. Жоғары жағында жаптық, тек су кірмеу үшін. Енді қыста қар, су, құм деп кіруі мүмкін. Төменгі жағында құлпымыз істен шықпау үшін, тезірек ұзақ өмір сүру үшін дегендей. Енді көріп тұрғандарыңыздай есігіміздің астыңғы жағы қысқалау болғандықтан жерге ол көмілу керек, цемент болу керек. Сол үшін сәл қосып, мынадай қосып аламыз. Жамбасқа қарай да арматура сваркілеп қойдық.
жерде мықты тұру үшін мынадай трубалардан ескі қалған құтқандарды сорғылап қойсақ болады. Жерде қаттырақ тұру үшін, шамалға, соққыға жығылып кетпеу үшін мінекей жерге орнатып алдық. Осылай көрініске келді. Енді краскілегенін бірден көрсетеміз. Мінекей достар, краскілеп осылай көрініске келтірдік. Бұл дүкендегіден аса айырмашылығы жоқ. Азғантай бітпеген жері бар. Енді бұны да бітіреміз. Осылай жасасаңыздар болады достар. Лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.